Мектепке дейінгі ұйымдағы білім беру бағдарламалары мен стандартының талаптарына сәйкес балабақшада экологиялық соқпақ жобасы құрылды. Бұл алаң тәрбиеленушілердің қарым-қатынас жасауына әлеуметтеуіне мүмкіндік береді. Балалар күн сайын серуен кезінде осы аумақта уақыттарын өткізеді. Балабақшаның негізгі міндеттерінің бірі балаларға толыққанды дене, рухани және психологиялық тәрбие беру. Табиғатта қоршаған ортаға, туған өлкеге деген құрмет, сүйіспеншілік және қамқорлық сезімдерін қалыптастыру. Бұл бағытта тек теориялық білім ғана емес, сонымен қатар практикалық және зерттеу жұмыстарының маңызы зор. Қоршаған ортаны танып білу және зерттеу тапсырмаларын орындау мақсатында балабақша аумағында табиғи алаңдар жабдықталған. Бұл аймақта табиғатты қорғау тұрғысынан маңызды әртүрлі табиғи нысандар орналасқан. Ендеше балабақшадағы экологиялық соқпақтың ережелерімен танысайық. Біз аумақты жан-жақты зерттеп, ең қызықты нысандарды анықтадық. Барлық нысандардың сурет символдары көрсетілген соқпақтың карта схемалық жасалды. Экологиялық соқпақтың кейіпкерлері, табиғат қорғаушылары балалармен бірге қызықты танымдық саяхатты жалғастырды. Сызбаға қарап балалармен бірге табиғаттың тәртіп ережелері нақтыланды. Одан кейін балабақша аумағы бойынша қозғалыс басталды. Бірінші бекет құмырсқа илеуі. Бұл бекет балалардың құмырсқалардың және өсімдіктердің мекен ету ортасы туралы түсініктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Тәрбиеші балалармен бірге құмырсқа илеуінің не екенін түсіндіреді. Балалар үлкейткіш әйнек арқылы құмырсқаларды бақылап санайды, олардың жасын анықтауға тырысады. Илеуде өсетін өсімдіктерді зерттейді, қабықжегі қоңыздарды және олардың әрекет іздерін іздейді. Екінші ара ұясы бекеті. Бұл жерде нағыз ара ұялары, бал ұялары және бал құйылған бөшке орналасқан. Балалар аралардың не үшін қажет екенін, балдың қалай жиналатынын және оның адам денсаулығына пайдасын біледі. Гүлдей арасады, гүлден гүлге қонады, тәтті балды жиналап, ұясына оралады. Үшінші метеостанция бекеті. Метеостанцияда балалар ауа температурасы мен ылғалдығын, жауын-шашын мөлшерін және жел бағытын анықтай алады. Бақылау нәтижелерін күнделікті жазып отырады. Арнайы құралдар мен жабдықтарды қолдануға үйренеді. Тәрбиешімен бірге ауа райы күнтізбесін толтырады. Балалар үшін құралдар көрсеткіштерін анықтау өте қызықты жұмыс болып табылады. Төртінші спорт алаңы бекеті. Бұл жерде балалар спорттық ойындар ойнап, трибунада демалады. Саяхат барысында табиғи материалдардан жасалған массажды жолақта орналасқан. Балалар аяқ табандарын шынықтырып, сергіп алып саяхатты жалғастырады. Және де спорт алаңында сюжетті қимылды ойындар ойналады. Бесінші таза бұлақ бекеті. Бұл бақытта балалар жаз мезгілінде жәндіктерді, су өлшеуіш каналдарды, көбелектерді бақылайды. Тастардың астында әртүрлі қоңыздар мекендейді. Мұның барлығы балалардың бақылау нысаны болып табылады. Бұлақ маңында гүлзарлар орналасқан. Астра, георгина, раушан, барқытгүл және жабайы өсімдіктер. Алтыншы демалыс аймағы. Оң жақта орналасқан бұл аймақта шатырлы қалашық бар. Балалар шатырларда демалып шығармашылық жұмыстарын түрлі түсті бояулар арқылы көрсетеді. Жетінші бақша бекеті. Бұл жерде мәдени өсімдіктер егіліп, оларды суару және өсім бақылау жұмыстары жүргізіледі. Балалар тек өсімдіктерді бақылап қана қоймай, өздері жиі жасап тұқым себеді. Тәрбиеленушілер табиғат аясында еңбек етуді ұнатады. Ағаштар мен гүлдер отырғызады, топырақтарды қопсытады. Өсімдіктерге күтім жасай отырып, балалар олардың қайсысы тез өсетінін бақылайды. Жапырақтың пішіні мен түсін салыстырады. Үлкейткіш әйнек арқылы зерттейді. Өсімдіктердің өсуі мен дамуына қажетті жағдайларды анықтайды. Сегізінші өсімдіктер әлемі бақылау аймағы. Балабақша аумағын аралау барысында спирия, гортензия бұталары, сондай-ақ әртүрлі ағаштар, қайың, шырша, шетен ағаштары кездеседі. Балалар олардың қош иісін сезініп, гүл шоғырларының құрылысын зерттейді. Шырша ағашының жанына келгенде оның өсуін арнайы бой өлшегіш құр арқылы бақылайды. Тоғызыншы құстар ауласы бекеті. Бұл бекетте тәрбиеші балалармен үй құстары туралы әңгіме жүргізеді. Балабақша аумағында әртүрлі құстардың бейнелері орналастырылған. Қаз, әтеш, тауық және балапандар. Экологиялық соқпақтың барлық бағыты бойынша балалар табиғат нысандары туралы ақпарат алып, ойын арқылы және өз бетімен зерттеу жұмыстарын жүргізіп, экологиялық мәселелерді талқылауға белсенді қатысты. Ата-аналардың көмегімен жабдықталған экологиялық соқпақ педагогтерге қарапайым серуен уақытында балаларды жаңа материалдармен таныстыруға, өткен білімдерін бекітуге және қоршаған ортаға деген қамқорлық сезімін тәрбиелеуге мүмкіндік берді. Экологиялық соқпақ балалармен өткізілген күнделікті серуендерді экологиялық білім беру сабақтарымен тиімді байланыстыруға және таза ауада балалардың денсаулығын нығайтуға мүмкіндік береді.